Яндекс таксиде жұмыс істесеңіздер, промокод алудың осы 5 себебін сіз міндетті түрде білуіңіз қажет. Осы 5 себепті қолдана отырып, сізге Яндекс промокод бермеу мүмкін. Сондықтан да сіз біліп жүрсін деп, сіздерге осыны бейнероликті шығарып отырмын. Осы бейнероликті аяғына дейін көріңіздер, міндетті түрде лайктарыңызды басыңыздар, және де тағы бір 6-7 себептерді, айтылмай кеткен себептерді білетін болсаңыздар, міндетті түрде пікірлеріңізді комментарий қылып қалдырып кетіңіздер. Бізге, әріптестерге пайдасын тигізесіздер. Соны қарап оқып, әркім өзіне білмеген нәрсесін Яндекс такси жұмысында білетін болады. Сондықтан да кет. Ассалаумағалейкум достар, Демежан Карменов арнасына қош келдіңіздер. Бүгін тамаша пайдалы бейнероликтардың бірі достар. Кім тіркелмеген болса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Арнада өте көп пайдалы ақпарат жеткізіп отыратын боламын. Бірінші себеп, сіздер Яндекс таксиде жұмыс істесеңіздер, әсіресе час пик кезінде көп кездеседі. Поехали батырмасын басқан кезде Яндекс осыншама уақыт жүресіздер, осыншама шақырым деп ақпаратын дауыстап айтатын болады. Қанша уақыт бергенін міндетті түрде жаттап алыңыздар. Сонымен сіз тапсырысты аяқтаған кезде уақыт 15 минуттан артық кетсе, сізге 1 сағатқа сервистің пайызы комиссиясы төмендетілген промокодты беру мүмкін. Бермесе, сізге міндетті түрде 3 балл приоритетке, басымдылыққа 3 балл приоритетке промокод беру мүмкін. 5 сағатқа сіз оны қолдансаңыз, сізде 3 сағатқа приоритетіңіз 3 сағатқа деймін ғой, 5 сағатта приоритетіңіз 3 баллға жоғары болады. Мысалға, жолаушы маған отырды, бастым, Яндекс маған айтады, 11 километр 30 минутта жүресіз дейді. Болды, кетіп бара жатырмын. Келдік, тапсырысын аяқтайын десем, 45 минут қарасам, 45 минут өтті жолда. Бір пробкаға түсіп қалдық, басқа бір жолда бір кедергілер болды. Сонымен 15 минут артық жүріп келдік. Сонда Яндекске тапсырысты аяқтап, тех қолдау орталығына жазсаңыз, менің жүрген уақытым агрегатормен және Яндекс қосымшасымен берген уақыттан артық кетті деп жазып жіберсеңіз, сізге осындай 2 промокодтың түрін беру мүмкін. Промокодтар 2-ке бөлінеді. Бірнеше сағатқа комиссиясы төмендетілген промокод. Сіз оны промокод деген мәзірге кірсеңіздер, менюда сорда промокодтар деген бар. Соған бассаңыздар, сорада тұрады өз промокодтар. Соны активировать етсеңіз, сол кезде мысалы 1 сағат көлемінде, мысалы менде 1 сағаттық промокод бар. Яндекс менен жаңағы 16-17% комиссиясын ұстамайды тапсырыстардан. 1% ғана ұстайды. Сонда мысалы 12 сағаттық промокод қосып 12 сағат жұмыс істесек, бір 5.000 мен 10.000 теңгенің арасында үнемдеуге болады. Табыс жоғарылайды. Сондықтан да Яндексте бар ма осындай нәрсе промокод беру? Оны алу керек, достар, алу керек. Егер де мысалы жаңа мен айтып отырайын, кішкентай қулық бар, лайфхак деушім еді. Сол, мысалы 30 минут берді дедім ғой, келсеңіз қарасаңыз 44 минут қана жүрдіңіз, 43 минут қана жүрдіңіз. Тапсырысты аяқтап асықпаңыз. Өтсін 45 минут, пассажир түседі, кетеді өз жұмыстарымен. Сіз линиядан шығып қойыңыз да 45 минутты күтіңіз. Яғни жаңағы сізге Яндекс алдын ала бір 15 минут берсе, 20 минут берсе, маған мысалы мен мысалға келтіріп отырмын ғой 30 минут деп. Мен 13 минут қана артық жүрдім. Сондықтан да 2 минутымды күтем, міндетті түрде 15 минуттан асу керек. 15 минуттан асса, сол кезде ғана промокод береді. Ал сіз 13 минутта уже тапсырыс аяқтап қойсаңыз, сізге промокод бермейді. Яндекс сізге жауап береді: ух ты, вы справились, вы доехали быстрее. Анау мынау дейді да, короче, бермейді. Мақтап қояды да, болды сізді, көрдіңіз бе? Сондықтан да 15 минутқа артық жүру керек. Яндекс таксиде жұмыс істесеңіздер, және де қай таксопаркта жұмыс істеген дұрыс, пайдалы, тиімді деген сұрақ туындап жатса, сіздерге өзім істеп жүрген таксопаркты ұсынғым келеді. Таксопарк Такси Колеса өте сенімді таксопарктардың бірі. Қазақстан территориясында өте беделді стажы бар. Осы таксопаркта жұмыс істеу керек. Мен өзім роликтарымда күнделікті айтып отырам, таксопаркты 3 критериймен бағалау керек. Ол яғни сенімділік, және де қаржылық тұрақтылығы, сонымен қатар
техникалық қолдау орталығы әрдайым сіздерге жауап беретін. Осы үш критерийға сәйкес келетін такси колеса таксопаркі. Сондықтан да тез өздеріңіз құжаттарыңыз белгіленген осы көрсетілген номерге жіберсеңіз сіздерді тез тіркеп береді. Парковый ИП водитель болып тіркеп береді. Егер де ИП болып жұмыс істесеңіздер, не болмаса ИП-сіз сіздерді тіркей алады. Достар, менімен бірге сенімді таксопаркта жұмыс істеңіздер. Екінші себебі, достар, тапсырыстан бас тартқан кезде сізге промокод береді. Бұл қалай дейсіздер ма? Қалай заказды отмена бересің, бас тартасың, заказдан ше промокод саған береді. Промокод береді. Мысалы, сіз тапсырысқа келесіз, 5 адам, негізі 4 орын ғой. Негізі жол ережесі бойынша да, мысалы, 4 жолаушыларға 4 орын арналған ба, 4 орыннан артық адамдарды, жолаушыларды тасымалдауға болмайды. Ол заңға қайшы. Яндексте де ондай бар. 5 адам, 6 адам сізге отырайын деп жатыр. Сіз байқамадыңыз, ойбай, ренжімеңіздер, мен сіздерді апара алмаймын. Заңға қайшы. 4 адам, тағы бір көлік шақырыңыздар, маған 4-ін үшеуін отырыңыздар, қалған адамдар екінші көлікпен кетсін деп ұсыныс бересіз. Оған жоқ десе, смело активности жоғалтып, андай 7 минут платно, 3 минут платное ожидание, 7 минут бесплатное ожиданиеда күтпей тұруға болады. Линиядан шықтыңыз, просто жиі қолданбасаңыз, қатарынан сондайларды қолдансаңыз, Яндекс активности восстановить етпейді. Айына бір рет қолдансаңыз болады. Мысалға, сразу отмена бересіз, 15 балма, 13 балма, сондай приоритет деймін, активности сізден алып алады. Мысалы, 100 болды ма, 87 қалды. Конечный точканы көрмейсіз. Бірақ линиядан шығып қойыңыз, отмена бердіңіз, сосын тех қолдау орталығына жазасыз. Жолаушылар 4 адамнан көп болды, мен оларды алмадым, тапсырысты аяқтауға мәжбүр болдым дейсіз да, тапсырыстан бас тарттым дейсіз. Отмена жасауға мәжбүр болдым, маған активності қайтарып беріңізші деп жазып жібересіз. Сізге Яндекс, сіз ондайды жиі қолданбасаңыз, не злоупотребляли данным способом дейді орысша, сонда сізге Яндекс активності, белсенділікті қайтарып береді, орнына, қалпына. Сонымен қатар промокод береді. 3 сағатқа, не болмаса 1 сағатқа промокод береді. Сол. Және де тағында қандайда, мысалы, балалармен, кішкентай балалармен, егерде сіз жол ережесін бұзғыңыз келмесе, балалармен жоқ, апармайым дейсіз да, дәл солай отмена беріп айтасыз, менде детский креслом жоқ, кішкентай балалармен отырмақшы болдым, мен отмена бердім дейсіз. Егер де сондай бір сізге активность восстановить етіп берді де, мысалы, 1 ай өткен жоқ, 1 апта ғана өтті, тура сондай жағдай болып жатыр, ол кезде енді отмена бермеңіз, активностьті сізге қайтармау мүмкін. Сондықтан да сол 7 минутын күтіп алып, 3 минут тегін, 7 минут платный, сосын без потери активность дейді ғой, сол кезде отмена бересіз де, Яндекске жазасыз, сізге промокод береді. Үшінші себебі, егерде жолаушы сізде көлігіңізде, мысалы, бір какой-нибудь, мысалы, затын қалтырып кетті де, сізге звондап айтып жатыр, ой, мен сізде көліктен затымды қалтырып кеттіппін, сіз қарайсыз, артта действительно заты бар екен, оны бүйтіп алып қоясыз да, қойып қоясыз да, жолаушыға айтасыз, сіз тех қолдау орталығына жазыңыз деп сұрайсыз. Ол заказыңызды орындай бересіз, примерно, может, по делам қоясыз сол жаққа қарай. Сосын тех қолдау орталығы сізге хабарласады. Сіз ақын сол жаққа бара жатасыз, тех қолдау орталығына фотосын жіберіп, міне осындай жолаушы қалтырып кетті, мен оған уақытымды бөліп, бос 10 шақырым жүріп, жолаушыға келіп, осы ұмытып кеткен затын бердім деп жазсаң, сізге тағы да промокод беру мүмкін. Мүмкін жаңағыдай басылымдылыққа 3 балл басылымдылық беру мүмкін 5 сағатқа, то есть 3 балла приоритета на 5 часов. Не болмаса жаңағыдай сервистің комиссиясы төмендетілген промокод беру мүмкін. Осы бейнероликті аяғына дейін көріңіздер.
Өйткені қай уақыттарда сіз осы себептермен промокод алмай қалуыңыз мүмкін. Сондықтан да аяғына дейін қарап алыңыздар, аяқ жағында міндетті түрде айтамын. Төртінші себебі, сіздің көлігіңізді бұлғаса, балалар бір тамақпен отырып, бір шоколадтарын, мороженыйларын, басқа да бір заттарын сізге сиденьяңызға жағып қойса, мысалы бір кішкентай балалар құсып қоюы мүмкін. Менде ондай болды. Мас жолаушылар құсып кетуі мүмкін. Әрине жолаушылардан несін ақшасын сұрайсыздар ғой, химчисткаға неге. Үлкен адамның құсығы өте сасық болады, тез сынып кетеді. Кішкентай балалардікі ештеңке етпейді, ол салфеткамен сумен өзіңізді жуа салсаңыз болады. Менде ондай болған. Және де оны міндетті түрде фотоға түсіріп, осы сондай жағдайларда тек қана пассажирлар жарайды, компенсациясын ақшасын берді ма сізге 5000 теңге, 3000 теңге мәнізі мойкаға деп, сіз ақшасын алып аласыз да, бірақ тех қолдау орталығына міндетті түрде жазып жібересіз, осындай жолаушы маған бүлдіріп жіберді. Олар сізге бүйтіп жауап береді: тех паспортты қойып, жаңағы кірленген жерге техпаспорт номер бәрі көрінетіндей, соны кірленген жерін фотоға түсіріп жіберіңіз деп сұрайды. Жібересіз, сізге 6 сағатқа, не болмаса 12 сағатқа комиссиясы төмендетілген промокодты береді. Сондықтан да солай, мысалы жолаушылар адекватты болса, өзінің ақшасын да беруі мүмкін, бірақ кейбір жолаушылар бермеуі де мүмкін. Өзің сүртіп аласың, айқай-шу кетіп қалуы мүмкін. Сондай уақыттарда промокод сіздерді кішкене болсын құтқарып алады. Промокод алудың 5-ші себебі, достар, жаңағыдай 4-шісі сияқты, егерде бұлғамаса, бірақ зақым келтірсе, ондай да болады, достар. Маған бір пакеттерім отырып, пакеттің ішінде андай темір ұзын таяқшалар болды, примерно уголок тұр ғой деймін, строительный. Сонымен отырып, менің обшивкамды сырып тастағандары бар. Сонымен фотоға түсіріп, 12 сағаттық промокод алған видеоларым да бар, өзімді алғам. Сосын 3 сағатқа промокод берген, сондай зақымды келтіріп отырады. Сіздерге по секрет айтайын, егер де бір қандай да зақым болып тұрса, қазір сіздерде, сізге промокод алмаған болсаңыздар, соны бір тапсырысты орындап, қолдау орталығына жазып жіберіңіз, маған бүлдіртті деп, бір оқиғаны, ситуацияны айтып, осындай да бір нәрсемен отырып, мен сырып тастады, ақшасын ештеңкесін берген жоқ деп, сіз соны фотоға түсіріп жіберсеңіз, сіздерге қазір промокод аласыз. Сондықтан да қазір видеоны қарап отырсаңыздар, машинаңыз есіктеріне, артқы жағдағы есіктеріне бәріне қарап шығыңыз. Егер де бір царапиналар болса, сызықтар, қазір прям жазыңыздар тех қолдау орталығына и промокод алыңыздар. Және нәтижесін осы видеоның комментарийға жазып кетіңіздерші, өтініш. Міне осындай 5 себептер бар. Сіздерде осы себептер туындап, сіз оны тех қолдау орталығына жазсаңыз, сіздерге промокод бермеу мүмкін. Жаңағыдай приоритетке беру мүмкін промокодтарды. Ол приоритетті қайтесіңдер, комиссиясыз болған промокодтар жақсырақ қой. Кішкене ақша жағынан үнемдейсіздер. Сол күні кезекте кішкене табысыңыз жоғары болады. Сондықтан да міне осындай, достар, промокод, яғни ол бюджет сияқты. Яндекс деген компания үлкен ғой. Олар әр жылға, или квартал сайын, или жарты жыл сайын, либо бір жылға бюджет ретінде промокодтарды салып қояды. Жай менеджер келеді, промокодты сіздерге бере салмайды. Ол промокод оларда есептеулі, учтенный дейді ғой. И мысалы мысалы мемлекетке, әрбір қалаға сондай бюджет бөлінген. Мемлекеттік қазына ақша сияқты бар ғой, бюджеттің ақша сияқты, сол сияқты бөлінген. Мысалы Россияны алайық, мысалы Санкт-Петербург қаласына осыншама промокод, әр сағатқа осыншамадан, Қазақстан, оның Астана қаласына осыншама, Алматы қаласына осыншама, Шымкент қаласына осыншама деген сияқты промокодтар бүйтіп распределен дейді ғой орысша. Сол промокодтар мысалы қайта бере бермейді. И определенный водительға. Ол промокод қалай? Сізге бүгін сондай бір себеп болып қалды, ертең сондай себеп болып қалды, бүгін жаздыңыз промокод алдыңыз, ертең жаздыңыз промокод алдыңыз деген болмайды. Промокод алудың арасында уақыт өту керек. И ол апталап, айлап, жылдап емес, заказбен есептеледі. Минимум промокод алудың сосын бір себептен екінші себептің арасында
150 тапсырыстан аз болмау керек. Примерно 150-200 тапсырыс. Мысалы, бүгін сізге зақым келтірді ма есігіңізге, болды, промокод сізге берді 12 сағатқа, ертеңгісі күні бермейді сізге тапсырыс. И мысалы сіз жұмыс істемей қоясыз да, бірақ бір ай өтеді, содан кейін линияға енді шығасыз, арасында 1-2 заказдан күнде орындап сіз линияға шығасыз, сізге промокод бермейді. Өйткені арасында тапсырысты бір ай өтсе де арасында 20 тапсырыс болды. Сондықтан да сізге промокод, приоритетке промокод беру мүмкін, или жаль деп жаза салады да промокод бермейді. Сондықтан да арасында 200-дей тапсырыс болу керек. Егер де мүмкіншілік болса, бір зақым қалтырды ма царапина, соны фотоға түсіріп алыңыз, техпаспортты қойып сақтап қойыңыз, өйткені арасында бермейді. Айтарым сол, достар. Сондықтан да, мысалы, наглядный пример десе, менің алдыңғы ролигімде мен промокод алғам. Жолаушылар 5 адамнан көп отырмақшы болды, маған промокод берді, қалай болды екен. Сондықтан да мне осы бейнероликте, осы бейнероликқа өтіп қарасаңыздар болады. Астыңғы бейнеролик подкаст, ала берген Дәңгәл братпен болған подкастымыз, осы бейнеролик, осыған өтсеңіздер көресіздер. Және де промокод алдым, 9 сағаттық кезегімнің табысын Яндекс Таксиде көргіңіз келсеңіз, осы жоғары жақтағы бейнеролик. Осымен осы сіздермен болған Демежан, барлықтарына сау болыңыз, табыстарыңыз берекелі болсын.